18 мың ғаламды жаратқан Алла Тағаланың сөзі болған қасиетті Құран кәрімде тылсым жаратылыс пен адамның ақылы ере алмайтын кейбір жаратылыстар жайлы сөз қозғайды. Міне, сол жаратылыстардың бірі жұлдыз. Жұлдыздар жайлы Құран кәрімде 18 аятта айтылып, бірнеше тақырыпты қамтыған. Жолдарыңнан адасар болсаңдар, сіздерге жол көрсетуші, түс жорамалы, әдемілік және іблистерді қуу мақсатында қолданғаны туралы тақырыптарды қамтыған. Біз Мүлік сүресінің 5-ші аятында айтылған іблистерді қуу мақсатында қолданғаны туралы осы видеода сөз қозғамақпыз. Қасиетті Құран кәрімнің Мүлік сүресінің 5-ші аятында Алла Тағала былай дейді: біз ең бергі аспанды, яғни жарқыраған жұлдыздарды шырақтармен безендірдік, әрі бұларды, яғни періштелердің хабарын ұрлауға келген іблистерді ату үшін жасадық, және іблиске тозақ азабын дайындап қойдық деп бұйырған. Аққан жұлдыз, метеорит. Бұл аятта Аллах Тағала жындар мен іблистерге атылған зымырандар мағынасында атылған жұлдыздар мен метеориттерге қатысты ружу мән лиш шаятин сөзі қолданған. Хижри сүресінің 18-ші аяты, Саффат сүресінің 10-ші аяты және Жын сүресінің 8-9-ші аяттарында шихаб және шухуб сөздері қолданылған. Айта кету керек, шихаб немесе шухуб қазақ тілінде аққан жұлдыз және түскен метеорит деген мағынаны білдіреді. Біз ғарышта болып жатқан кейбір оқиғаларды обсерваториялардағы бақылау арқылы анықтап, астрофизика тұрғысынан бағалай аламыз. Алайда біз бұл оқиғалардың түпкі сырын біле алмаймыз. Өйткені біз бұл туралы тек эксперимент пен байқау негізделген ғана біле аламыз. Күмәнсіз, әр оқиғаға жауапты періштелер бұл істі алдын ала жоспарлы түрде ұйымдастырады. Біз метеориттерге ерекше көңіл бөлеміз, бірақ күн жүйесі мен оған жақын жүйелерді ғана білеміз, яғни олардың көпшілігі есептелген орбиталарда әрекет етеді. Алайда басқа жүйелер белгісіз және ұқсас оқиғалар көп орын алады. Алла Тағала бұл метеориттер туралы тиісті аятта мәлімет беріп, себептерінің бірін ғана атап өткен. Мәлім болғанындай, жындар, кәпірлер мен мұсылмандар және іблистен, яғни жарықтан жаратылғандар. Бұлардың аспанға көтерілу мүмкіндігі де бар. Сандары белгісіз періштелер Құдайдың бұйрығы бойынша әмір мен бұйрықтарын орындау мақсатында үнемі байланыста болады. Кәпір болған жындар мен іблистер осы жұмбақ әлемде пайда болатын жаңалықтарды тыңдауға барады. Алайда оларға бұны тыңдауға Алланың тарапынан тыйым салынған. Олар көкке көтеріле бастағанда, оларға қарай шихаб деп аталатын метеориттер зымырандар немесе ядролық оқ тұмсықтар ұшырылады. Осылайша олар кері қайтуға мәжбүр болып, тыңдай алмай кері қайтады. Оқиғаның ішкі бөлігі астрофизика тұрғысынан белгілі болмаса да, ғаламның мінсіз жұмыс істейтін тәртібіне қарап, оған сену керек. Метеориттердің өзіндік сәулелері болмайды. Гравитациялық өріске кіретіндер атмосферадағы үйкеліске байланысты қыза түседі. Кейбіреулері шаңға, ал кейбіреулері жерге құлауы әбден мүмкін. Бұл тақырыпқа қатысты астрофизика, сондай-ақ астрономия, астрономиялық қашықтық, ғаламның мөлшерінің шектеусіз болғанын айтады. Бұған қарап, Құдайдың шексіздігінің теңдессіз болғанын түсіну қиын болмаса керек. Тек құс жолы, Млечный путь деп аталатын галактиканы қарасаңыз, оны кемінде 100 миллиондаған жұлдыздардан құрайтынын көресіз. Күн бұл жұлдыздардың бірі ғана. Ғарышта осы галактикадан басқа көптеген галактикалардың бары сөзсіз. Олардың кейбіреулері бізден алыс болғаны соншалықты, сәулесінің өзі бізге 100 миллион жылдан кейін жетеді. Бұл да ғаламның шексіз үлкен екендігінің тағы да бір дәлелі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.